Ассаламағалейкум, құрметті білімгерлер. Уақыт деген не? Сен ұйқы құшағында жатқанда уақыт өтіп жатыр. Сен қыруар ақша табудың көзін іздеуге кіріскенде уақыт кемесіне мініп кетіп барады. Жыл ай секілді, ай апта, апта күн, ал күн минуттар секілді. Бұл сенің санаулы уақытың келмеске кетіп жатыр деген сөз. Біздің өміріміздің ең құнды валютасы бұл уақыт. Уақыт қылыш секілді. Сен оны кеспесең, ол сені кеседі. Уақыт кез келген адамға өз деген істететін алпауыт күш. Саған әрбір күн сайын жаңа қиындықтар кездесуі мүмкін. Бұны өмірдің заңдылығы деп біл. Кейде өзіңнің туған туысқандарың сені жазықсыз жазғыруы мүмкін. Бірақ сен ешқайсымен қарым-қатынасын үзбе. Кешір оларды. Өйткені дүниеңе береке бітіп, өмір жасыңның ұзақ болуының кілті бұл. Уақыт жыл мезгілдерінен тұрады. Көктем сенің көктей құлпырған сәби кезің сияқты. Ал жаз пісіп жетілген жемістей жайнаған жігіттік кезің. Ал жапырағы сарғайған күз қауқары кеткен қарттығың іспетті. Ал айналаны аппақ қарға ораған қыз сенің соңғы киімің аппақ кебінің сияқты. Алайда қыстан кейін қайтадан көктем басталатын сияқты өмір өліммен аяқталмайды. Алда мәңгілік рахат не мәңгілік азап күтіп тұр. Уақыт деген мырзаны ешқашан қайтара алмайсың. Тіпті қанша минутыңның, тіпті қанша секундыңның бар екенін де білу мүмкін емес. Ол артына бұрылып қарамай. Бүгін имандылыққа қадам жасап, тәуекел етіп үлгермесең, саған екінші мүмкіндік берілмейді. Ал біз адам ретінде өмірде басты мақсатымыздан айырылуымыз мүмкін. Ол бізді осыншама игілікке жеткізген. Тіпті кеше бізге жан беріп, ертең оны қайта алатын жаратушы иеміздің кім екенін тану және оның алдындағы міндеттерімізді түсіну. Әрбір арайлап атқан таңда сен Аллаға құлшылық жасап өміріңді жақсы жағына өзгертуің мүмкін. Сен әр ісіңде уақытқа тәуелдісің. Өміріңді жоспарлағанда күндер мен сағаттарға бағынасың. Ал бұл уақыттың билігі қолында болған Аллаға бой ұсыну керек екенін білдіретін белгі. Сенің шашыңның ағарғаны, бетіңдегі әжім уақыт деген ұстаның туындысы. Өмір қонақ үй сияқты. Адамдар уақытша тұрып, кейіннен ол жерден кететін мекен. Өмірді көру керек деп, дәл сол жерде өлімге жолығып жатады кейбіреулер. Сен үшін бір-ақ рет берілетін өміріңнің аппақ парақтарын өз ризығыңның тарылуына тікелей себеп болатын күнәлармен былғап алма. Адамның ниеті ісімен анықталады. Менің есімім Жанаділ. Мен мұның бәрінде 25 жасымда ғана түсіндім. Сен мұны менен де ерте түсінетін шығарсың деген үміттемін. Саған сәттілік тілеймін, бауырым.